Армысыздар оқушылар, бүгінгі сабақта сіздермен кездескеніме өте қуаныштымын. Сабағымыздың тақырыбы ақпаратты іздеу әдістері. Бүгінгі сабақтан Excel кестелік процессында деректерді іздеуді үйренетін боласыңдар. Ақпарат біздің өміріміздің маңызды құрамдас бөлігі. Адамдар ақпаратсыз қарым-қатынас жасай алмайды. Ақпаратпен жұмыс істейтін әр адамның іс-әрекетінің маңызды бөлігі ақпаратты іздеу болып саналады. Бұрынғы кезде ақпаратты табу үшін адамдар газет-журнал оқып, музейге, кітапханаларға баратын еді. Қазір қажетті ақпаратты санаулы секундта интернеттен табуға болады. Қажетті ақпаратты белгілі бір өлшем бойынша іздейсің. Компьютерде сол ақпаратты өңдеуге арналған программа жабдығының өз іздеу мүмкіндігі бар. Мысалы, Word мәтіндік редакторында мәтіннің үзіндісін іздеу, бір мәтінді басқа мәтінмен ауыстыру командалары қарастырылған. Дәл осындай қызмет түрі және бұдан да басқа сандық, финанстық, проценттік және тағы басқа ақпараттарды іздеудің бірнеше әдістері Excel программасында да бар. Соларға тоқталып өтейік. Жұмыс парағында орналасқан көптеген деректер арасынан қажетті ақпаратты бірден табу қиын. Excelде табу және ауыстыру диалогтық терезесінің қызметін пайдалану қажетті ақпаратты табуды әлдеқайда жеңілдетеді. Сонымен қатар көптеген пайдаланушылар біле бермейтін бірнеше пайдалы мүмкіндіктер де қарастырылған. Табу қызметін пайдалану үшін ең әуелі басты, одан кейін редакторлау, табу және ерекшелеу және табу, яғни найти. Табу батырмасын басқаннан кейін міне осындай терезе ашылады. Бұл жерде екінші түрі Ctrl+F батырмасын басу арқылы табу және ауыстыру терезесін оңай ашуға болады. Және көрініп тұрғандай, бұл диалогтық терезеде табу және ауыстырумен қатар парақтағы формулаларды, ескертпелер мен ерекшеленген ұяшықтарды тағы басқа іздеп табуға болады. Табу диалогтық терезесінде ізделінетін сөзді жазып, яғни осы жерге жазып, оны табуға немесе сол сөзді басқа символдармен ауыстыруға болады. Одан кейін ауыстыру батырмасы арқылы ауыстыруға болады. Және практикалық тұрғыда қарап көрейік. Бізде мысалға барлық атаулардың бәрі қазақша жазылған, тек Нұрсұлтан ғана орысша әріппен жазылған екен. Мына жерге ізделінетін сөзді жазамыз, және мына жерге сол сөзді ауыстыратын сөзді жазамыз. Байқап көрейік. Бізде мұнарада Нұрсұлтан деп тұр. Найти все батырмасын басқан кезде Нұрсұлтан сөзі неше рет кездесетінін көрсетеді. Және ауыстыру батырмасын басып көрейік. Міне байқасаңыздар, бізде қазақша әріпке ауысты. Ал енді оқушылар үлкен көлемдегі деректерді кестеден іздеудің басқа да әдістерін қарастырып көрейік. Бұл әдістер де программада ақпаратты табуға көмектеседі. Төмендегі мысалды қарастырып көрейік. Еліміздің бірқатар қалаларында географиялық орналасуына, экономикалық мүмкіндіктеріне қарай жемістер мен көкөністердің бағаларында айырмашылықтар байқалады. Осы кестедегі деректерді пайдаланып, қала және тауар атауын көрсету арқылы сол қаладағы ізделген тауардың бағасын анықтайық. Мысалы, Түркістан қаласындағы пияздың бағасын тап. Алдымен кестелерімізді құрып аламыз, ішіндегі мәліметтерін енгізіп аламыз. Кестенің төменгі жағына іздеу алаңын жасап алуымыз керек. Ол тауар атауы, қала атауы және тауардың сол қаладағы бағасын көрсететін ұяшықтардан құралады. Қала мен тауар атаулары тізім ретінде ұяшықтан көріну үшін алдымен деректер, одан кейін деректермен жұмыс, деректерді тексеру және тексеру шарты қадамдарын орындаймыз. Мынадай терезе пайда болады. Бұл жерде мына көрсетілген жерге список таңдаймыз. Және деректі жолағына мына формулаларды енгіземіз. Іздеу алаңын жасап алғаннан кейін тізімдегі қалалар мен тауарлардың атауын көрсетсек, тауардың сол қаладағы бағасын жаңылмай көрсетіп тұрады. Қарастырылған мысал бойынша Түркістан қаласындағы пияздың бағасы осы жасалған ақпарат
іздеу әдісімен оңай табылады. Дәл сондай тізімді V12 ұяшығына да дәл солай қылып жасап аламыз. Енді бұл жерде біз поиск поз функциясын қолдануымыз керек. Мына көрсетілген S12 ұяшығына дәл осы формуланы жазып аламыз. Ал қаланың қай ретте тұрғанын білу үшін S13 ұяшығына дәл осы формуланы жазамыз. Және S14 ұяшығына мына көрсетілген формуланы жазуымыз керек. Қане байқап көрейік. Бұл жерде біз пиязды таңдап көрейік. Міне пиязды таңдадық. Пияз бізде 6-шы орында тұр. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6. Міне 6-шы орында тұр екен. Енді бізде Түркістан 4-ші ретте тұр. 1, 2, 3, 4. Міне 4-ші ретте тұр. Және пияздың бағасы 75 теңге. Міне Е8-де тұр 75. Мына 75, осы 75. Енді Нұр-Сұлтан қаласында қанша теңгеге екенін байқап көрейік. Ол үшін Нұр-Сұлтанды таңдаймыз. Міне Нұр-Сұлтан бізде 1-ші ретте тұр. Міне. Және пияздың бағасы міне 100 теңге. Мына 100 теңге, сол 100 теңге. Міне оқушылар, біздің кестедегі іздеу әдістеріміз барлығы тамаша орындалды. Дәл осылай өздеріңде компьютерде Excel бағдарламасында жасап көріңдер. Оқушылар, бүгінгі сабақтан біраз мәлімет алдыңдар деп ойлаймын. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.